Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пиццаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен қажетті заттарды дайындап алдым. Бұл жерде кішігірім 4 пиццаға арналған мөлшер. Менде пешімнің тарелкалары үлкен болғандықтан мен 2 пицца шығаратын боламын. Қажетті заттардың мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Енді осылай жаймен қамырымызды илейтін боламыз. Оның үстіне жылы суымызды құямыз. Тұз, бұл жерде дрожжи менде 10 грамм. Қыздар, егер асығыс болсаңыздар ғана тезірек көтерілсе екен деген ой болса, 10 грамм қоссаңыздар болады. Ал егер ешқандай асығыстық жоқ, 1-2 сағаттан кейін де бола береді десеңіздер, 5 грамм қоссаңыздар болады. Шекерімізді қосып, зайтун майды құйдым. Қыздар, егер зайтун майы болмаса, күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Осылай жақсылап илеп аламыз. Бұл жерде қыздар қамыр қатты болған сияқты деп ойлап қалмаңыздар. Пиццаның қамыры дәл осылай шамалы қаттылау болып шығады. Міне осылай қамырымызды илеп алып, 10 минутқа таза пакетке кигізіп қоямыз. Пищевая пленка болмаса, осылай одноразовый таза пакеттерді кигізіп қойсаңыздар болады. Енді 10 минуттан кейін қамырымызды алып, жақсылап илеп, мен жаңа айтқандай 2 пицца шығардым. Осылай қамырымызды 2-ге бөліп, домалақ етіп, үстінен зәйтүн майынан құйып, екеуін жақсылап үстіне жағып, пакетпен бекітіп, үстін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пакетпен ортасын бөліп қоямыз, себебі қамыр көтерілген кезде екеуі қосылып жабысып қалуы мүмкін. Жарты сағаттан кейін тоңазытқыштағы қамырды алып, қамырды жаямыз. Менде 2 пиццаға арналған қамыр болғандықтан менің пешімнің тарелкаларының көлемі 2 түрлі. Бірі домалақ, бірі сопақша 4 бұрышты. Сондықтан пиццамның көлемін 2 түрлі етіп жасаймын. Қамырды жайып болғаннан кейін шетін осылай өрнектеп шықсаңыздар да болады, әдемі көрінеді. Болмаса, жай қамырдың өзін жайып қойсаңыздар да болады. Мен балаларыма осындай өрнекпен жасаған ұнайтын болғандықтан үнемі осылай жасап отырамын. Міне осылай 2 пиццамыздың қамырын дайындап шықтық. Енді қыздар, мен пиццаның бетіне кетчуп жағатын боламын. Негізі пиццаға арналған өзінің арнайы соус жасалу түрлері бар. Оны арнайы видео етіп түсіріп салатын боламын алдағы уақытта. Үй жағдайында болғаннан кейін балаларға жаңа сұрап қалған жағдайда тездетіп істеп беру үшін мен кейде осындай кетчуптың өзін жағамын, болмаса кетчуп пен майонезді араластырып жақсаңыздар да болады. Бетіне біз өзіміздің үнемі жейтін колбасаны тураймын. Ол жіңішке болып келеді, және балалар білесіздер, пиццаны жегенде колбасасын көп жегілер келіп тұрады. Сондықтан майды жіңішке колбасадан көптеу етіп, жиі етіп пиццаның үстіне қойып шықтым. Мен сырды әртүрлісін қолданамын. Кейде комо сыры, кейде моцарелла, кейде имер. Осы 3 сырдың біреуін қолдансаңыздар, пицца дәмді болады. Енді пицца пісіруге дайын болғанша пешті алдын ала 5 минут бұрын қыздырып қоямын. Мен пештің градусын максималды түрге қоямын. Және пицца бұл ұзақ піспейді, ары кетсе 3-4 минутта пісіп шығады. Осылай колбасаны қойып шыққаннан кейін қызып тұрған пешке осы колбасамен 3 минутқа қойып аламын. Тек содан кейін ғана пиццаны сыртқа алып, бетіне сырды сүйіп шығатын боламын. Себебі сыр тез піседі, сондықтан күйіп кетуі мүмкін. Осылай ең жоғарғы градуста қосылып тұрған пешке пиццамызды пісіріп алатын боламыз. Қыздар, дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, пиццаларыңыз керемет шығады. Міне мына жерде жаңа айтқанымдай, пиццаны 3 минутқа пешке қойып алдым. Содан кейін ғана үстіне сыр сүйіп жатырмын. Сырды сепкеннен кейін 2-3 минуттан кейін ала берсеңіздер болады. Міне қыздар, пиццамыз дайын болды. Қамыры деген өте жұмсақ, үзіліп тұр. Ешқандай да қатып қалмаған. Керемет болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын.
кәдімгі кафеде жейтін пиццаны осылай үйден де жасап алсаңыз болады, сіздің де қолыңыздан келеді. Осылай ыстық пиццаны балаларыңызға шаймен берсеңіздер болады. Таңғы асқа түстік кезіндегі не істеймін деп ойлайтын болсаңыздар, не пісіріп берсем болады деп кейде ойлаймыз ғой. Сол кезде осындай пиццаны жасап берсеңіздер, балдарға өте қатты ұнайды. Қыздар, менің каналыма тіркеліп лайк басып, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.